Сәлеметсіздер ме, қадірлі достар? Студияда Фатима Бақтыбайлы. Қайнар білім беру және бос уақытты қамту кешенінің 60 жылдық мерейтойы қарсаңызда. Жастар медиа орталық студиясында «Жеңісімді қайнарға арнаймын» атты жаңа жобаны іске қосып жатырмыз. Бұл бағдарламада біз Қайнар кешеніндегі ұжымдардың жеңісі мен жеткен жетістіктері туралы тілге тиек етеміз. Бүгін біздің студияда қонақта сахна сұңқарлары қазақ театрының жетекшісі Бағдат Талиқбаев және оның шәкірті. Баянауылда өткен облыстық мектептер арасындағы Шәкен Айманов оқулары өнер өлмес өнеге атты мектеп оқушылары арасындағы айтысқа қатысып, өнерін көрсеткен Дінхан Кәкімсейіт. Қош келдіңіздер. Бағдат Кәкімсейіт ұлы, облыстық жас ақындар сайысына оқушыларыңызды жиі апарасыз ба? Әрине жиі апарамыз. Бірақ биылғы осы жылы бірінші рет. Сайыстағы жас ақындардың жас ерекшелігі қандай болды? Жас ерекшелігі 7 жастан 16 жас аралығында әр аймақтан Ақтоғай, Павлодар, Баянауыл, Екібастұз әр аймақтардан ақындар келіп өз өнерлерін көрсетті. Жалпы қатысушылар көп болды ма? Жалпы 12 ақын, жас ақындар қатысты. Облыстық айтыс біздің Қайнар үшін нәтижелі жеңісті болды ма? Әрине болды. Дінханды апардым. Ол өзін үлкен сахнадан ерекше ұстап, жақсы көрсете білді. Аталымға ие болды. Елдің ықыласын алып қайтты. Дінхан, қадамың құтты болсын. Сайыстағы қарсыласың туралы не айта аласың? Осы жуырда өткен байындағы оқушылар айтысында менің қарсыласым Қапаш Мирас болған, Женісбек ағаның шәкірті. Қандай ұтымды сөздер қолдандың, жырлап бере аласың ба? Әрине, осы айтыста Қапаш Мирас маған шахмат ойнаған Аймановтай деп айтысты созып кеттің деген. Онда мен оған былай деп жауап бердім. Жыр маржанын айтыста төгіп бедің, жырымен Мирас ақын көріп бедің. Шахмат ойнаған Аймановтай деп қоясын, сен оның ойнағанын көріп бедің ай. Бәрекелді, сайыста алдына қойған мақсатына жеттің бе? Жеттім деп ойлаймын. Ақын үшін ең басты мақсат ол халықтың ықыласын алып кету. Рахмет, биік шыңдардан көріне бер. Рахмет. Сіздерге үлкен рахмет. Жаңа жеңістерімен сіздерді студияда күтеміз. Рахмет. Сіздердің үміттеріңізді ақтауға тырысамыз. Сіздерге де шығармашылық үлкен мол табыс тілейміз. Құрметті достар, біз сіздермен қоштаспаймыз. Жеңісті күндеріміз көп болсын деп тілейміз. Аман, сау болыңыздар.